Бұл әлемде бәрі бірдей көрінуі керек. Арнайы хирургтар адамдарды өз бейнесіне қарай операция жасайды. Бұл қызды бәрі шеттейді, өйткені ол ота жасатқысы келмейді. Қыз үнемі қорғаудан шаршайды. Солай операция жасатуға шешім қабылдайды. Оны операция үстеліне жатқызады. Содан қызға наркоз салады. Біраз уақыттан кейін медбике одан таңғышты алып тастайды. Қыз айнаға қарап өзінің қазір мінсіз көрінетінін түсінеді. Ал мейірбике қулықпен жымиып қыздан ұзап кетеді. Бұл операциядан бойжеткен аман қалмаған болып шықты. Келісімге операция алдында қол қойылғандықтан аурухана оның салдары үшін жауап бермейді. Бірнеше күннен кейін қыздың отбасы кешкі асқа жиналады. Қыз үстел үстіне отырғанда отбасы мүшелері оған қарайды. Олар оның өзгергенін байқайды. Бойжеткеннен айырылған соң аурухана оның құрбысын сол қыз ретінде болсын деп жалдаған. Ал туыстары ештеңеден күдіктенбейді. Адамдардың бәрі бірдей болғандықтан ауыстыруды ешкім байқамады.